Сәлем достар, бүгін сіздермен Супер кеңес каналы. Бүгінгі видеода сіздермен қалай Инстаграмдағы номерді өзгертуге болады, сол туралы өте нақты түрде айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видеода сіз осы Инстаграмда номер өзгертудің ең оңай тәсілімен біліп алатын боласыздар. Сол себепті осы видеоны до конца көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен біз не үшін Инстаграм номерін өзгертуіміз керек? Кететін жағдай қандай жағдайда болады? Мысалы, сіздерде номерлеріңіз, мысалы, сол номерді, Инстаграм ашқан номерді сіз басқа біреуге беріп жіберуіңіз мүмкін. Және де сол арқылы, мысалы, кейін сіз өзіңіздің аккаунтыңызға кіре алмай қалуыңыз да мүмкін. Сол себепті қазірден соның алдын алу үшін, сол себепті осы номеріңізді өзіңіздің телефоныңызда бар номермен өзгертіп қойғаныңыз жақсы. Сонда болашақта ешқандай қиындық болмайды. Енді біз ол үшін не істейміз? Ең алдымен біз Инстаграмға кіреміз. Инстаграмға кіргеннен кейін, мына жерде менің көріп тұрғандарыңыздай, бұл менің супер кеңес Инстаграм бойынша супер кеңес аккаунтым. Дәл осы аккаунтқа тіркелуді кеңес беремін, себебі бұл аккаунтта сіздерге көптеген лайфхактармен, өте қысқа рилстармен, видеолармен сіздермен бөлісетін боламын. Сол себепті осы каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мен өте қуанышты болатын едім. Енді мына жерде өзгерту үшін не істейміз? Мына жерде үш сызықты басамыз, одан кейін мына жерде настройка бөлімін басамыз, және де одан кейін астына жағына түсетін болсақ, бізде аккаунт деген шығып тұрады. Аккаунтты басамыз, және де одан кейін мына жерде личная информация дегенді басасыздар. Яғни мен қазір баспаймын, себебі личная информация өзі айтып тұрғандай жеке меншік информация. Сол себепті мен сіздерге оны көрсете алмаймын. Бұл жерде менің барлық информация, мен туралы информациялар берілген. Және де сіздер осы жерге кіресіздер, личная информация дегенді басасыздар. Және де одан кейін осы жерде изменить номер деген тұрады. Соны жазасыздар, өзіңіздің қандай номерге өзгерткіңіз келеді, соны жазасыздар. Далее батырмасын басып, сол жерде сохранить деген шығып тұрады. Соны бассаңыздар болғаны. Сол кезде сіздерде осы номеріңіз өзгереді, және де болашақта ешқандай қиындық туындамайды. Сол себепті осындай проблемалардың алдын алу үшін телефоныңызда бар номерге ауыстырып қоюды кеңес беремін. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға дос болуды ұмытпаңыздар, себебі бұл каналда сіздерге өте пайдалы, күнделікті өмірде қолданатын лайфхактармен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше.